Армысыздар, құрметті көрермендер. Қосылайықтың бұрынғы қатысушылары Абзал мен Сараның қазір бірге ме немесе жоқ па? Осыдан 3 апта бұрын берген сұхбатында Абзал ағынан жарылды. Не әңгіме деп аталатын арнада ол өзінің Сара мен ара қатынасы қалай болғандығын айтып берді. Сарамен бір ұрысып қалған кездерің болу керек. Ютубта бір видео шықты, оны барлығы көрді деп ойлаймын. Сен прямойда айтқан сөздерің бар, жаңағыдай. Біз Сарамен 8 ай бойы бірге тұрдық. Маған пәк қыз керек деген сияқты бір заттар айтқаным бар, бұл қаншалықты рас? Негізі ол кезде екеуміз Астанада болдық қой. Астанада 24-ші этажда екеуміз ойнап отырдық та, короче. Ойыннан басталып кетеді. Лақтырып жіберейін ба деп, мен қорқытып атамын ғой терезеден. Мен енді оған енді қатты қорқынышты болған ғой. Мен енді жігіттім, маған онша білмейді, әшейін әлі ойнап қоямын. Екеуміз сол жерде қатты ұрысып кеттік ше. Қырылып, соғысып, биікке кетіп қалдық сол жерде. Астанада? Астанада. Сол екеуміздің арамызда ол кезде өте көп адамдар жүрді. Адам көп жүрді екеуміздің арамызда. Оның сөзін маған айтып, менің сөзім оған айтып. Сөйтеді де маған дұрыс емес қылып айтып тастайды көп нәрсені. Оказывается, мен де соларға сеніп қалғанда, ол негізі Сараның аузынан ондай сөздер шықпаған. Сөйтеді де мен ол кезде өтірік айтпаймын, ішіп алдым ше, мас едім. Ішіп алдым да, маған ана адамдардың айтып келген сөзі, сол сөздерді айтуыма мәжбүр қылды ғой мен. Түсініп отырсың ба? Жынданып прямойға. Жынданып прямойға. Кейін уже бәрі орнына қайтып, нормальный болып екеуміз қайтадан сөйлесе бастаған кезде, ондай бір сөз болмаған да, просто шақыстыру болған жерде. Бұл араларында жүрген адамдар біз танимыз ба негіз? Жоқ, ондалар танымайсыңдар сендер. Қазір вот сол адамдар маған қазір связға шығып ақшамды қайтар деп жүр да, мысалы. Ол адамдар, мысалы, мен Қосылайықта жүрген кезде, Сара екеуміз бірге жүрген кезде, біз осындай мейрамханаларға шақырып, қонақ қылып, подаркасын беріп, бізді сол Астанаға демалдырып, сөйтіп жүрген адам ол негізі. Ол өзі осы сұхбатты көріп отырса түсінетін шығар, қазір маған ақшамды қайтар. Мен таң қалдым сол. Мен онымен сөйлеспедім, мен оны блокқа тастадым сразу. Өйткені ол маған айтқан, сенен еш нәрсе қайтарым керек емес, просто менің екеуіңе деген сыйым деп біл. Ой, ол біздің құлаққа деген лапшан, әлі сонымен бірге Мальдивиде жүрдік қой біраз біз әңгімемен. Енді Астанада демалдырдым ол кісі? Эфирдің соңғы жағында қыз ұзатудың күнін белгіледіңдер, ресторанға апарып береді деп естідік, Бексұлтанға ақшасын төледі, Бексұлтан той жүргізетін болып, сондай бір нәрселер естідік, барлығымыз енді қуандық, эфир той жасайын деп жатыр, ұзатуларың болайын деп жатыр. Бірақ аяқ астынан отмена болып кетті барлығы. Оны келіп эфирге айттыңдар сендер енді барынша. Осындай болды, бір ұрыстар деп, бірақ енді қатты ашып айтқан жоқсың. Енді ол эфир болғаннан кейін бұл жағын мен білмеймін. Эфирге айтылмаған заттар бар ма? Сол отмена болып кетудің себебі? Негізі бұл жерде мен кеттім қалуға. Тойға дайындық қылып, мен де тойханаларға заклад беріп қойғанбыз мама екеуміз. Сөйтіп жүрген кезде мен бұл жерде мен үйдегілермен ұрысып қалдым ғой. Сол моментте. Қолым бір сілтеп үйлендірмесіңдер, үйлендірмеңдер. Содан басталып кетті бүкіл нәрсе. Бұл жерде Сараның кінәсі жоқ? Бұл жерде Сараның кінәсі болғанда жоқ, мынандай ғой. Келінді бізде андай ғой қазақта. Жігіттің әпкелері или мамасы бір сынап алғысы келеді ғой, типашы. Сөйтіп сынап атқан кезде Сара бұл жерде сынақтан өтпей қалды. Өтпей қалды ғой былай айтқанда. Неге десең андай. Былай болған ғой, үшін бір бәле, бір сөздер болады арасында. Абзалға или басқа қыз алып береміз деген ғой. Сен емес, басқа қызды алып береміз деген де. Сол кезде тұрғанда ол да, пожалуйста, ала берем, тимеймін, мен де тимеймін. Сондай әңгімелер өтіп кеткен ғой арадан. Сонымен не керек, короче. Бір бұйыртқан күні болар, дәл қазір болмай қойсын деп мен шештім ол жерде ше. Бір бұйыртқан күні бар шығар онда. Қазір керек емес екен. Қазір енді сен Инстаграмыңа кіріп шықтым мен, Сарамен түскен суреттерің қазір жоқ, байқағанымша. Қазір біргесіңдер ма деген сұрақ. Енді қазір барлығы білгісі келіп отырған шығар. Қазір енді ұрысып қалмады ма, бірге ма, әлде
айырылысты ма толыққанды деген сияқты? Мен негізі біргеміз ғой, әлде біргеміз. Бірақ осы жерге келетін кезде екеуміз ұрысып қалдық жаңа. Негізі келу керек болды. Жаңа ғана? Жаңа ғана. Екеуміз сол кезде ұрысып қалды. Енді білмеймін енді осы жерден шыққаннан кейін. По-любому біргеміз. Иә. Бірақ ара қатынастарың жүріп жатыр тура баяғыдай. Тура баяғыдай, но